Бүгінде кеңсе бөлмелерін жалдаудың жаңа үлгісі бар. Бұл фрилансерлер, стартап командалар мен жас кәсіпкерлер үшін тиімді. Себебі коворкинг орталықта түрлі үлгідегі жиһаз, ақсыз интернет, толыққанды асхана, ноутбук қарастырылған. Бүгін қаладағы үздік коворкинг орталықтар жайлы айтамыз. Жұмыс барысында бой жазып, сергіп алу өте пайдалы. Ол үшін мынадай арнайы ойын алаңдары бар. Бой сергіткеннен кейін ой сергіп, жаңа идеялар туындайды. Бильярд ойнауға келді десеңіздер, қателесесіздер. Бұл коворкинг орталықтағы тынығу орны. Кез келген кездесулерді ұйымдастыра аласыз. Тыныштықта отырып жұмыс істегіңіз келсе, немесе ұялы телефонмен сөйлесу керек болса, мынадай арнайы орындар бар. Қаладағы Сейл, Смартпойнт сынды жастар көп баратын коворкинг орталықта жұмыс істеу құны бір күнге 2000 теңгеден басталады. Ал Смартпойнт орталығы кей алаңқайды келушілерге тегін ұсынады. Десе де, мемлекет ұйымдастырған тегін орталықтар да бар. Таза ауада тынығып жұмыс істеу мүмкіндігі де қарастырылған. Айтпақшы, бұл алаңда жұмыс істеу тегін, студенттер кәдеңізге жарар. Бастысы жалға алуға азырақ ақша шығындайсыз. Әлемде мұндай орталықтар арасында жүзетін коворкинг, экологиялық таза бамбук кеңсесі және мұхиттағы офис көш бастайды. Бізде мұндай жаңашылдық болмағанымен, жайлы кеңселерді назарыңызға ұсындық, кәдеңізге жарасын. Жасотан жастар қанатының Алматы қалалық филиалында да коворкинг орталығы бар. Нысанда кішігірім кітапхана жасақталған. Жұмыстан бос уақытыңызда кітап оқып, біліміңізді жетілдіре аласыз. Айтпақшы, қазіргі таңда кітапхана қорында 1000 кітап бар. Бұл кездесулер, жиындар, тренингтер өткізуге арналған алаң. Орталықта жастарға пайдалы түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Коворкинг кеңсе тауарларымен толықтай жабдықталған, кез келген бизнес идеялар мен әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған таптырмас орын.